Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын жапондық десерт мотиді дайындаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Оның үшін бізге керекті заттар: сүт, су, қант, күріш ұны. Күріш ұнының осы клейка түрін аласыздар. Крахмал, кукурузный крахмал мен творог керек болады. Ең алдымен ыдысымызды дайындап алып, ыдысымызға суды саламыз. Су, сүт, артынан араластырып, қантымызды да қосып араластырып, сұйық майымызды салып араластырамыз. Осының бәрін қосып араластырып, красителімізді, краскамызды қосамыз. Красканы өздеріңіздің қалауыңыз бойынша таңдап аласыздар. Мен осындай жасыл түсін қостым. Күріш ұнын қосып араластырамыз. Міндетті түрде тез араластыру керек, іртік болып қалмау керек. Қамырыңыз әдемі болып шығу үшін осылай араластырып, біркелкі араластырып аламыз. Бетіне пешевой пленканы жауып, бірнеше жерінен тесеміз пышақтың көмегіменен. Микроволновкаға 5 минутқа немесе 2-3 минутқа қойып араластырамыз. Сұйық болса, және 1-2 минутқа қойып алсаңыз болады. Соның арасында творожныйымызды дайындап, салмаларыңызды дайындап аласыздар, қыздар. Неге осындай менде дайын болып шықты. Біркелкі араластырып, өзінің несіне келем дегенше араластырамыз. Күрішіңіз, ұныңыз қатты ыстық болмау керек. Араластырып болып, салқындатып қойып қоясыздар. Не осындай, міндетті түрде осындай болу керек қамырыңыз. Осындай бөліктерге бөліп аламыз, және крахмалдың көмегіменен қамырымызды жайып, ондай қатты үлкен қылмайсыздар, қатты жұқа қылмайсыз, осындай қылып аласыздар. Қатты жұқа болса, салмаңызда салғаннан кейін жыртылып кетуі мүмкін. Осылай домалатып, бөгіп шығасыздар. Біріктіріп, домалатып, әдемі қылып, өзіңіздің қалауыңызбенен қалаған көлеміңізге келтіріп алыңыз. Осындай ауысқан бөлігін, қалығын үзіп алсаңыздар болады, немесе астынан жабыстырып қойсаңыздар да ештеңе етпейді. Қалдық қалдырмайым десеңіз, үзіп алып, келесі неңізге мотиіңізді жасасаңыздар да бола береді. Неге әдемі домалатып жасаймыз. Барлық рецепті описанияға жазып қалдырып кетемін. Сол жерден грамдарын қарап алсаңыздар болады. Келесі кезекте екіншісінде дәл солай жаямыз. Екіншісінде дәл солай жайып, бөгіп, домалатып, әдемілеп біркелкі қалғандарында сондай жасай бересіздер. Неге осылай астынан бөгіп қойып қойсаңыздар да болады, немесе қалдығын алып тастасаңыздар да болады, қыздар. Неге осындай әдемі мотиларымыз дайын болды. Енді қалғандарын тарелкаға крахмал сеуіп, қатарынан дізіп, холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Бетіне де сәндік үшін крахмал сеусеңіздер де болады. Неге өте дәмді. Біздің мотиіміз, әдемі мотиіміз дәмді болды. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Міндетті түрде ответ қайтаратын боламын. Сау болыңыздар, ас болсын.